Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қосымша тамақ енгізу туралы талқылаймыз. Яғни, қосымша тамақты қашан, қалай енгіземіз, ай сайынғы тізіммен бөлісетін боламын. Каналымнан алшақтамаңыздар. Бір ескере кететін жайт, бүгінгі видеода айтылған ақпараттар ойдан құрастырылмаған жалған ақпараттар емес, нақты деректерге сүйенген денсаулық сақтау ұйымының сайтынан алынған нақты дәлелденген ақпараттар. Қосымша тамақты балаға қашан енгіземіз? Ол алдымен баланың қосымша тамаққа деген дайындық белгілерінің байқалуы қажет болады. Ол қандай белгілер? Соған тоқталайық. Балада тамақты тілімен шығарып тастау рефлексі басылған, координация дамыған, яғни қолына алған затты аузына еркін апара алады. Қасықты аузына апарсаңыз, аузын ашады. Ересектер тамағына қызығады, тарелкаға емес, ішіндегі тамаққа қызығады. Бос тарелка берсеңіз, жалайды, басын ұстай алады, не көмекпен отыра алады. Бұл дайындық белгілері балада кей балаларда 4 айында байқалады, кей балаларда 5,5-6 айына қарай бірақ байқалады. Алайда бұл дегеніміз баланың алғашқы белгілері байқалды екен деп 4-5 айында балаға қосымша тамақты енгізіп тастамаймыз. Денсаулық сақтау ұйымы балаға қосымша тамақты енгізу мерзімі 5,5-6,5 ай аралығы деп нақты бекіткен болғандықтан сол аралықта енгізгеніңіз абзал. Енді балаңыз 6 айға толды, қосымша тамақты енгізуге әбден дайынсыз, неден бастаймын деген сұраққа келсеңіз, міндетті түрде балаңыздың үлкен дәретіне қараңыз. Егер балаңыздың үлкен дәреті сұйық болса, күріш ботқасынан, бұл жерде баса назар аударатын жайт, ботқа тұзсыз, қантсыз, майсыз, сүтсіз, яғни құр суға пісірілген дұрыс. Және де бала қақалып қалмайтындай, оны блендерден өткізіп алсаңыз, тіптен жақсы. Егер баланың үлкен дәреті қалыпты болса, өз таңдауыңызбен енгізіңіз. Егер іш қату болса, көкөністер пюресінен бастаймыз. Енді мен сізге балаға әр ай сайын, егер үлкен дәреті қалыпты болған жағдайда, қалай прикормды енгіземіз, соның тізімімен бөлісе отырайын. Бірінші көкөністер тізімі 5-7 ай аралығында біз балаға қандай көкөністерді енгізуіміз керек? Түсті капуста, яғни цветная капуста, кәді, брокколи, сәбіз, асқабақ. Осы реттілікпен енгізсеңіз абзал болады. Себебі сәбіз бен асқабақ тәтті болғандықтан бала кәді, брокколи, түсті капустаны жемей қоюы мүмкін. Ең бірінші балаға прикормды берген кезде 10 граммнан бастап береміз. Күн сайын 10 граммнан қосамыз. Және де балада атаулы жеміске аллергиясы бар ма, жоқ па екендігін білу үшін күннің алғашқы бөлігінде бергеніңіз абзал. Екінші 8-10 ай. Қияр, баклажан, пияз, тәтті бұрыш, картоп, қызылша, авокадо, чечевица, горох. 10-12 ай. Жүгері, шпинат, қызанақ, фасоль. Тағы бір ескере кететін жайт, егер сіздің балаңыз атаулы бір тамақты, көкөністі жемей қойған кезде көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Мүмкін баланың сол тамаққа деген тәбеті татпай тұрған болар. Тіптен өзіміздің де көңіл күйіміз жақсы болып тұрған күндері біз тамаққа деген тәбетіміз болмай қалуы мүмкін. Сондықтан сол бір жайттарды ескеріңіз. Алайда сол бір тамақты жемей қойды, көкөністі жемей қойды деп оны ұсынбай қоймаңыз. 2-3 күн өткеннен кейін қайтадан сол тамақты ұсынып көріңіз. Егер сіздің балаңыздың үлкен дәреті сұйық болып, сіз ботқадан бастаған болсаңыз, осы бір ботқаларды ұсынып көресіз. 5-8 ай күріш, жүгері, қарақұмық, сұлы. Бұл ботқаларды тіптен көкөніс пюрелерін енгізіп болғаннан кейін де бере берсеңіз болады. Және де жоғарыда айтып өткендей, тұзсыз, қантсыз, майсыз, сүтсіз болу керек. Сүтті тағы өнімдерді 1 жасынан кейін ақырындап қоссаңыз болады. 10-12 ай. Макарон өнімдері, хлебцы, крекер. Ет өнімдері 7-8 айында қоян, индейка. 8-10 айында сиыр, тауық, балық және жұмыртқа. Жұмыртқаның ең бірінші сарысынан бастап береміз. Сарысын енгізіп болғаннан кейін ғана ағын қоса береміз. Бірден жұмыртқаның ағын
сарысын қоса беруге болмайды. Міндетті түрде сарынысынан бастап береміз. Енді жемістер. 6 айында алма, алмұрт, банан. 6-8 айында өрік, қара өрік, абрикос, манго, нектарин, персик. 8-10 ай шие, құрма, клюква, інжір, жүзім, киви. 10-12 ай құлпынай, цитрустар. Енді сүт өнімдері. 8-10 айында ірімшік, йогурт, айран, сыр. Құрметті менің оқырмандарым, алдағы уақыттарда мен сіздермен ботқаларды, пюрелерді балаға қалай үй жағдайында өзіміз дайындап береміз, соны бөлісетін боламын. Сондықтан да каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі бұндай пайдалы дүниелерді сіз жіберіп алмау керексіз деп ойлаймын. Өйткені баланың денсаулығы біз үшін өте маңызды. Ал дәл қазір видеоның жоғарғы жағында үй жағдайында асқабақ, кәді және де сәбізден жасалған пюренің рецептісін шығарып қойдым. Мен бұны өзім үй жағдайында жасадым. Сіз де жасай аласыз. Сондай-ақ описание бөліміне де сондай видеоларды қалдырып кетемін. Алдағы уақытта айтып кеткендей ботқалардың жасалу жолымен де бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Осы видео пайдалы болады деген аналармен, апалармен, әжелермен бөлісіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше, ассаламу алейкум.